Қыздар, мастер-классымызды бастаймыз. Ең алдымен бізге осындай өз өлшемімізбен лекаламыз қажет болады. Сосын қажетті заттар бізде осындай негізгі матамыз керек болады. Оған қалтасына дублерин керек болады және астарлық мата. Сосын оюына осындай Милана матасынан алдым. Түстесіп. Сосын мынау түймелік керек болады. Ең алдымен лекаланы құрастырып бастайық. Ең алдымен мына лекаланы шығарып аламыз параққа. Сосын барып осы жердегі мына 5×5 деген форманы өлшейміз. Міне біздің 5×5 пробамыз. Мына жерден өлшеген кезде ровно 5 см, и асты жағынан өлшеген кезде мына квадрат 5 см-ге тура келу керек. Міне, ровно тура келу керек. Бұдан асып кетсе, бұдан кішкене кішірек болатын болса, біздің лекаламыз дұрыс шықпайды. Сол үшін ең алдымен осыны дұрыстап алатын боламыз. Енді мынау біздің лекаламызды құрастырып бастаймыз. Ол үшін мына жердегі қайшы сызығынан қырқып тастап, мынау ұш-бұрыштарды бір-біріне теңестіретін боламыз. Барлығын дәл осы лекаладағыдай бірінші бетіндегі суреттегідей құрастырып шығатын боламыз. Мына бірінші бет, екінші бет. Мына жақта бірінші бет, екінші бет. Дәл осылай құрастырып алатын боламыз. Мына қыздар, біз лекаламызды құрастырып алдық. Мына жерде артқы бой, мынау астарлық, мынау алдыңғы бойға мына жеріне выточка түсірдім, потому что үлкен размерлерде көкірегі қатты көтеріліп, мына жағы кең болып кетпеу үшін выточка түсірдім. Дәл осылай мынау астарлығымыз, мынау біздің аптачкамыз. Дәл осылай шықты. Енді осыны қырқып мата бетіне қойып пішіп алатын боламыз. Қыздар, міне біздің лекаламыз дайын. Енді осыны мата бетіне қойып пішіп алатын боламыз. Ең алдымен артқы бойдан бастаймыз. Матамызды дәл осылай қойып алдық. Міне оң жағы, мына теріс жағына осылай мына жерін біз қырқпаймыз. Мына жеріне сгиптеп жазбаймын. Осы жерін қырқпаймыз. Айналдыра отырып қырқып шығатын боламыз. Матамызды қалғандарында дәл осы кезекпен қырқатын боламыз. Міне. Мен матаны қиып дайындап алдым. Оюды осылай қойдым. Бұны қазір ең соң жағынан қырқып алатын боламын. Дәл осылай істеп алдық. Енді біз ең алдымен мынау артқы выточканы, мынау алдыңғы выточканы, сосын оюды тігіп аламыз, қалтасын тігіп аламыз. Сосын бұл жерде біз аптачканы мынау астарлық матаға жалғап тігіп, барлығын дайындап алғаннан кейін барып, жилеткамызды қосып шығатын боламыз. Ең алдымен осыларды дайындап алайық. Міне біз дәл осындай кусок матаны алдық. Сосын дублеринді алып, сол оюымыз түсетін жерге әдемілеп тұрып дублериндеп аламын. Дублерин жақсы еріп, жабысып алсын. Енді мына оюмымызды матамыздың үстіне қойып, мына дублерин деген матамыздың үстіне қоямыз да, кусок матамыздың үстіне қойып, үстінен бастырып шығатын боламыз ручкамен. Мынау бізде үтіктегенде өшіп кететін ручка. Міне сызып алдық. Енді осыны қайшымен әдемілеп формасын келтіріп қырқып алатын боламыз. Ең алдымен осы выточканы тігіп аламыз. Екі жағына да түсіріп тігіп алатын боламыз. Міне біз алдыңғы выточкаларын тігіп алдық, и артқысын тігіп алдық. Енді осыны жатқызып тұрып, үтікпен әдемілеп үтіктеп аламыз. Сосын барып оюын тігетін боламыз. Негізгі маталарымыздың выточкаларын тігіп алдым. Міне мен выточкалардың бәрін үтіктеп дайындап алдым. Енді бұған біз оюымызбен қалтамызды тігетін боламыз. Қалта бізде обманка болады. Оюымыз примерно осындай жерлерде. Лекаладағы қай жерде дәл солай қойсақ, тура лекаладағыдай шығады. Дәл осы жеріне лекаладағыдай оюын түсіріп алатын боламын. Айналасын қазір тігіп шығамын бастырып. Міне дәл осылай оюды кішкене паутинамен астарын жабысып қойдым да, кейін осылай сыртынан сызып шықтым. Енді осы сызықтың үстін бастырып отырып тігіп шығатын боламын. Дәл осылай аспай отырып үстін бастырып шығатын боламыз. Осы жеріне декоративный былай ұзын-ұзын қылып ақ жіппен, мынандай ақ жіппен түсірсем ба деп тұрмын. Декоративный сызықтар ұзын-ұзын қылып. Міне біз карманымызды мына бір жағына тігіп алдым, енді екінші жағына тігемін. Ол үшін мен мынаны астынан 5 см қысқарттым. Сіздер қысқартпайсыздар, лекалада мен осы карманның астына қарай 5 см түсіріп қоятын боламын. Мына жерде дәл өлшеген кезде карман осы жерге түсіп тұр бізде. Енді осыны сызып алдым. Одан кейін мына жерден мен карманға арнап дәл осындай ұзын етіп бір мата кесіп алдым. Ұзындығы 30 см, ені 16 см. Сосын мына карманның артына, тура мынаның артына
мына алдыңғы бойдың артына мына жеріне дублерин жабыстыратын боламын. Мына карманымыздың мынау артына, артқы бөлігінен осындай сызып алдым. Осындай сызық түсірдім. Дәл осы сызықтың үстінен мына дублеринімізді қоямыз. Өздеріңіздің қалталарыңыздың размеріне байланысты кесіп аласыздар. Бұл жерде менде 7 см, мына жағы 15 см, 16 см кесе бересіздер. Осыны енді үтікпен жабыстырып аламыз осы жерге. Дәл осылай мынаны мен ана карманның ішкі бөлігіне түсіріп алдым. Енді осы жерлерін инемен қыстырамын. Мына жерінен қыстырып аламын да, кейін барып айналдырып, төрт бұрышты айналдырып отырып тігіп шығатын боламын. Енді осының дәл ортасынан белгілеп аламыз. Лекалада қалай көрсетілген, дәл солай ұзына бойы сызық түсіріп шығамыз. Енді мына сызық түсіріп алған жерімізден мына жерінен қырқатын боламыз. Тасынан қырқып алайық. Тігіске жеткізбей қырқамыз. Міне дәл осылай қырқып алдық. Енді мынаны ішке қаратып отырып бір үтіктеп аламыз. Мынаны ішке қаратып, мына жағынан бір үтіктеп аламыз. Мына жағында дәл солай үтікпен басып үтіктеп аламыз. Сосын мынау ішкі бетінен 0,5 пен или 0,3 пен бүйтіп ұзына бойы тігіс түсіріп шықсақ болады. Мына жағына да, мына жағына да. Мына қалтаның мына жерлерін тігіп алдым. Енді осыны мына жерінен былай тура мына сызыққа дейін бүктеп булавкамен қыстырып шығамыз. Міне біз былайнан тігіп алдық қой. Енді осыны мына жерінен мына қалтамыздың сызығын жабатындай, мына сызықты жабатындай етіп осылай қоямыз. Сосын мына екі шетінен булавкамен қыстырып аламыз да, шетін тігіп аламыз. Қазір көрсетемін. Міне былайнан мына сызық жабатындай істеп алдық қой. Енді осыны оң қаратып отырып, мына оң жағынан да қыстырып алдым. Енді осыны мына жерінен жіңішке етіп 0,2 мен былайнан айналдырып, мына жерін айналдырып тігіп шығатын боламыз. Мына жерінен түзу и былай. Міне біздің қалтамыз осылай болды. Былай айналдырып отырып тігіп алдым. Енді мынаның теріс қаратып отырып, мына жерінен былай қайырамыз да, мынаны айналдырып отырып тігіп шығамыз. Мынаны айналдырып отырып тігіп аламыз. Былайнан тігеміз. Былай тігіп аламыз. Сосын біздің қалтамыз дайын болады. Міне біздің қалтамыз дайын болды. Енді астарлықтарды тігіп шығатын боламыз. Мына астарлық матамыздың мына жердегі аптачкаларын тігіп аламыз. Артқы бойдың аптачкасы, алдыңғы бойдың аптачкасын тігіп аламыз да, одан кейін жаңағы лекалада көрсетілген ұзына бойы выточкаларды да түсіріп дайындап аламыз. Осыны бірден тігіп кетейік. Мынаны бірге қосамыз, мынаны бірге қосамыз. Міне енді біз бәрін дайындап алдық. Енді иықтарын қосып шығамыз. Алдыңғы бөліктің иығын қосып аламын және астарлықтың да иығын қосып алатын боламын. Міне біз иықтарын қосып алдық. Иықтарын қосып үтіктеп алдым. Енді астарлықтың да иығын қосып үтіктеп алатын боламын. Міне біз иықтарын қосып алғаннан кейін дәл осылай астармен негізгі матамыз бен астарлық мата екеуін бір-бірінің үстіне қойып, мына жерінен бастап айналдырып отырып, булавкамен қыстырып шығатын боламыз. Иық бөліктерінде дәл солай бір-біріне теңестіріп отырып, қыстырып шығамыз булавкамен. Міне дәл осылай қыстырып алдым. Енді осыны 1 сантиметрден айналдырып отырып тігіп шығатын боламын. Мына жерде міне дәл осылай оң беттерін бір-біріне реттестіріп айналдырып отырып тігіп шығатын боламын. Міне біз алдыңғы бойды тігіп алдық. Енді оны қолтық ойынысын тігетін боламыз. Ол үшін мына жерден 0,5 сантиметрдей алып тастадым. Астарлық матамыз сыртқа шығып кетпес үшін мына жағынан да дәл солай 0,5 сантиметр алып тастаймын да, булавкамен қыстырып тігіп алатын боламын. Міне біз алдыңғы бойды қолтық ойындыларын тігіп алдық. Енді осы жерлерінен, мысалға осындай жерлерінен қырқып шығатын боламыз.
тігізге жеткізбей қырқып шығамыз. Осы жерінен сосын мына мойын ойындысынан қырқып шығып, сосын аударамыз. Міне біз мойын ойындысын, қолтық ойындысын тігіп алдық. Енді мына жерлерін бәрін қырқып шықтым. Енді осыны оң қаратып алатын боламыз. Дәл осылай мына жағынан қолымды салып, мына бір бетін оң қаратып аламын. Міне мына жағынан қолымды саламын да, дәл осылай оң қаратып алатын боламыз. Екі жағында. Енді мына қолтық ойындысын ішке қаратып отырып, үтікпен үтіктеп аламыз. Мына жағында, сосын мына алдыңғы бөлікті де әдемілеп мына жерлерін ашып отырып, үтіктеп алатын боламыз. Мұны біз жилеткамызды толығымен үтіктеп дайындап алдық. Мына үш жағы осылай болып тұрады. Енді біз келесі кезекте мына қолтық ойындыларын бір-біріне біріктіруіміз керек. Ол үшін мына жерінен аламыз да, мына жерінен алып, ұзына бойы булавкамен қыстырып шығатын боламыз. Ұзына бойы булавкамен қыстырып шығамыз. Мына жағында дәл солай ұзына бойы булавкамен қыстырып шығатын боламыз. Келесі бетінде дәл солай булавкамен қыстырып аламыз. Сосын мына жағында мына булавкамен екі жағында қыстырып алдым. Бір бөлігінен мына жерінен 10 сантиметрдей 10-13 сантиметрдей тікпей қалдырып кететін боламын. Осыны айналдырып тігіп аламын. Мына бетінде дәл солай айналдырып тігіп шығатын боламын. Мына біздің дайын болған жилеткамызды енді мынау астыңғы бөлігін тігеміз. Ол үшін мынаны теріс қаратып алып, мына жағынан мынаны теріс қаратып алдық та, енді осыны булавкамен қыстырып шығып, сосын ұзына бойы тігіп шығатын боламыз. Мына жағы оң жағы, мына жағы теріс жағы. Осы жағын, мына жерлерін, мына тігістерін бір-біріне сәйкестендіре отырып, ұзына бойы тігіп алатын боламыз. Міне ұзына бойы тігіп алдық. Енді мына жердегі бағана қалдырып кеткен жеріміз бар ғой. Осыдан оң қаратып алатын боламыз. Осыдан шығарып отырып, оң қаратып аламыз. Міне. Қаратып отырып. Жилеткамыз почти дайын болып қалды. Енді осыны үтікпен әдемілеп үтіктеп шығамыз. Мына бұрыштарын шығарып отырып, үтікпен бір басып үтіктеп аламыз да, сосын мына жердегі қалғанды тігіп қоятын боламыз. Сонымен біздің жилеткамыз почти дайын. Мына осымен біздің жилеткамыз дайын болды. Мына жеріне түймесін қадасақ болды. Міне белгілеп қойдым. Әркімде әртүрлі машина, соған өздеріңіз түйме қадайтын істеп, мына жеріне түйме қадап қойсаңыз болады, немесе кнопка қадауға да болады. Дәл осылай жилеткамыз дайын болып шықты.